Камила Дүсекбаева мен Омархан Алтынбекұлының сөзіне жазылған Марита Қабиржан қызының әні «Өлең сөздің патшасы». Орындаған Берік Аққалиев. Сүйген өлеңді қаламгерміз, ақын сірә болар ма мұңсыз шересіз, қызықпаймыз атаққа дүниеге, ақын табар бақытты шапан зересіз. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Ғашық жандар, ақындар елге жермен, мұңдыларға өлеңін емге берген, шындық үшін тайсалмас шешен тілді, ақын жандар ылғида сөзге берген. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Сөздің патшасы шын ғажап ат, әрбір ақын біледі сөз саралап, іргетасы қаланса беріктікпен, арманыңа жеткерер жыр болашақ. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Өлең сөздің патшасы шыға берсін жақсата, ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты. Ақындарды дәріптеу бірлестіктің мақсаты.